Сөйтіп көп бауырымыз адасып жатты. Жаңа сөзіңіздің жаны бар, өзің дұрыс болсаң балаң адаспайды дейді. Осыдан халықтың арасынан шығатын бір әфсана бар. Бір әке баласын ертіп, жаяу түнделетіп жолға шығады. Сөйтіп түнде таудың ұзында, шыңында жол жүріп келе жатып, енді баласын алаңдайды ғой, балам, абайлап бас аяғыңды, тайып кетпей құлап қаласың десе, жоқ әке, мен емес, сен абайлап бас, өйткені мен сенің ізіңді басып келе жатырмын деген екен бала. Бұл жен шығатын біз айтқанымыз емес, бала істегеніміз дейді бәрібір. Иә, бәрібір сондай. Телефонға көп қарай берме, сабағыңды оқы деп айтамыз, бірақ өкінішке орай өзіміз тамақ жеп отырып телефон шұқылаймыз. Таңертең ұйқыдан тұрып беті қолымызды жумай телефон шұқылап бір тексеріп аламыз. Соның бәрін көрген бала бәрібір біздің айтқанымыз емес, ол істегенімізді істейді. Сондықтан балаң дұрыс болсын десең, өзің дұрыс болуың керек, балаң дұрыс жолмен жүрсін десең, өзің дұрыс болуың керек. Сол үшін балаң жат ағымға түсіп кетпесін десең, өзің дұрыс ағымда болуың керек. Негізі ешқандай ұлттан ұялмайтындай дәстүріміз бар, салтымыз бар, мәдениетіміз бар, тіліміз бар. Құдайға шүкір, рухани бай халықпыз ғой. Бірақ өкінішке орай сол байлығымызды кейде пайдаланбай жатамыз. Мынау тіл мәселесінде де айтамыз. Орыстың вид деген бір сөзінің қазақша 26 баламасы бар екен. Түр, кескін, келбет деп айта берсек. Бірақ сол 26 баламасы тұрса да кейде сөз таппай қалып, вид ұнап тұр деген сөзге көшеміз ғой. Сол сияқты тілімізді алсақ та, дәстүрімізді алсақ та, мәдениетімізді қай саласын алсақ та, біз ешқандай әлемдегі 5000 халықтың біреуінен кем түспейтін рухани бай халықпыз. Бірақ өкінішке орай сол байлығымызды кейде орнымен пайдаланбай жүргеніміздің сол әсерінен кейде басқа ұлттың бір артықшылығын өзіне үлгі санайтын бір кейбір буын қалыптасты. Бірақ енді бұрынғыдай емес, қазір бір қуантарлығы енді қатар азайып келе жатқан сияқты, меніңше. Мүмкін біреу келісер, біреу келіспес. Бәрі уақытымен. Ұлттық